Маңғыстауым, маңғаз далам, паңдалам, келбетіңе қараймын да таң қалам. Кеудесіне сыйғызып мол байлықты, бүгінгі күн асып жатыр арнадан. Мен Өтегенова Айгерім Жаналы қызы 1992 жылы шілденің 4-ші жұлдызында дүниеге келдім. Киелі Маңғаз, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшқыр ауылының тумасымын. Маңғыстау гуманитарлық колледжін 2008-2012 жылдар аралығында үздік дипломмен, 2014-2017 жылдар аралығында Орал қаласы Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің бастауыш сынып оқытудың педагогикасы және әдістемесі мамандығын тәмамдадым. Бүгінгі таңда Ақтау қаласы бойынша номері 14-ші жалпы білім беретін мектептің 1-ші санатты педагог сарапшы бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарудамын. Өмірлік ұстанымым Абай Құнанбаев атамыз айтқандай: сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Шығармашылық тақырыбым оқушыларды эссеге дайындау болғаннан кейін, эссені дұрыс жазу және қателерді болдырмау ережелері туралы оқушылармен көбірек жұмыстанамын. Соның нәтижесінде Балапан телеарнасының ұйымдастыруымен бақытты балалық шақ тақырыбында эссе байқауына менің оқушыларым қатысып, нәтижесінде Файзулла Абдулла 1-ші дәрежелі дипломмен, ал қалған 7 оқушы алғыс хатпен марапатталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.